Қайырлы таң қазақ елі. Азат Ньюс арнасы бүгінгі келіп түскен жаңалықтармен таныстырады. Эфир тізгінінде Аткен Камиля. жылдың 24 ақпанында өткен нөмірі 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері алыптар керуені тақырыбында әдеби кеш өткізді. Әр халықтың болашаққа бет алған тарихы даму жолында жарық жұлдыздай болып бағыт бағдар сілтеген. Сөйтіп, сол ұлттың, халықтың тарихында есімдері ерекше аталатын зор тұлғалар болатыны айқын. Халқымыздың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов пен ұлы кемеңгер ақын Абай Құнанбаевпен бірге аса көрнекті қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсаринге 180 жыл. Қазақтың қара өлеңін кие тұтқан, жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырлары мен қалың жұртшылықтың махаббатына бөлеген айтыскер ақын Жырау, жыр алыбы Жамбыл Жабаевқа 175 жыл. Қазақ өлеңінің аспанда ерекше нұрлана, жарқырап өткен Қасым Аманжоловқа 110 жыл толыпты. Бүгінгі әдеби кеште осы зиялыларды бірге арнаға толыстырып, назарға ұсынды. Үзіндіні тамашалаңыздар. Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің әңгімесінен дайындалған көріністі ұсынып, бұл әңгімелердің тәрбиелік мәнін терең мағынада түсінуге шақырамыз. Көрініс 5-ші сынып оқушылары Әткен Әбілхан және Еркін Диас. Жаздың жарқын, әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, егілген ағаштар мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Ата, мынау ағаш неліктен түзу, әдемі, тік, ал мынау ағаш қисық өскен? Оның себебі балам, түзу ағашты бағып қағумен өсірген. Қисық бұтақтары болса қиял, уақытында суғарып отырған. Ал қисық ағаш болса бағусыз, өз қалыбымен өскен. Ата, ендеше бағып қағуда үлкен мән мағына. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Нөмірі 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Бодыбаева Күлсін Рамадин қызы болашаққа арыз жазып кетейін тақырыбында 3 перделі сахна қойылымын көрсетеді. Дайындық барысындағы көріністердің үзіндісін тамашалаңыздар. Кел отыр жайғас. Бұл қалай болған мұқан? Бара-бара сіңудеп барады, түріңжідеп барады. Қой десе қоймайсың. Ана-мына емес білдей Софьминің председателі Сиязбековті боқтағансың. Тағы бірдеңді боқтағансың. Шырғжан, осы жерде сен Сиязбековті боқтағансың, тағы бірдеңеде боқтағансың деп жаңаға ұрсасың ғой осыған. Кімге? Нұрлатқа, Мұқағалиға. Соны сен орнынан тұрып, столды ұрып, кішкене ескерту жасап айтшы. Қайтадан. Ана-мына емес білдей бір Софьминің председателі Сиязбековті боқтағансың. Тағы бірдеңді боқтағансың. Мен шындықты айттым ғой, шындықты. Осы сен шындық деп шырылдайсың да жүресің. Мынауыңды қашан қоясың? Қысталақ. Нөмірі 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Әсел Дәулетәлі қызы 5-ші Б сыныбымен аспан әлемін зерттейтін ұлы көшпенділер тақырыбында үлгілі сабақ көрсетті. Сабақтың мақсаты тірек сөздер арқылы болжау. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көрсетілген мәселені анықтау. Алғашқы тапсырмада кубизм әдісі көрініс тапты. Бұл әдіс мақсатқа жетелеуге жол тартты. Текшедегі сұрақтарға оқушылар еркін жауап бере алды. Жақсы, келе ғой мен саған. Біз бүгін аспан денелерін өтіп жатқан соң, бүгін сендерге мен жетондарды жолдыша түрінде дайындап қойдым. Ары келесі сұраққа Шахназар.
Тездетеміз, тез. Жақсы. Бір. Алла не туралы көңілдейді? Алла аспан елінің құпиясы туралы көңілдейді. Жақсы, жарайсың. Ағарай, кімге тағы жетуін керек? Келе ғой, Ришат. Екі. Қандай аспан денесен бір денесің. Күнде жұлдыздарда аспан. Әзірге айтарымыз осы. Бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше қош, сау болыңыздар.